Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 37 сабағы. Тақырыбы мәтін дегеніміз не? Бірінші жаттығу. Оқы. Біріншісі ұстазым, Інжу апай, алғашқы менің. Екінші, мынау сынып бөлмесі. Айжан кітап оқығанды ұнатады. Үшіншісі, сынып бөлмесінің ауасы таза. Оның терезелері үлкен. Әдемі парталар 3 қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Енді балалар төмендегі тапсырманы бірге орындайық. Бірінші тапсырмасы: салыстыр. Қай бөлікте сөздер берілген? Балалар, бізде 3 бөлік берілген. Біріншісінде ұстазым, Інжу апай, алғашқы менің. Осы бөлікте, яғни сөздер берілген екен. Екінші тапсырма: қандай сөйлемдер мазмұны жағына байланыспаған? Балалар, екінші бөлікте сөйлемдер мазмұны жағына байланыспаған. Өйткені қарайық, мынау сынып бөлмесі деп бізге сынып бөлмесі туралы айтылып тұр. Одан кейін Айжан кітап оқығанды ұнатады дейді. Яғни сынып бөлмесінен кейін Айжанның кітап оқығанды ұнататын туралы айтылып тұр. Яғни сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспай тұр. Үшінші тапсырма: қай сөйлемдердің орнын ауыстырып айтуға болмайды? Неліктен? Балалар, мәтіндегі сөйлемдердің орнын ауыстырып айтуға болмайды. Өйткені мәтіннің мазмұны өзгеріп кетеді. Соңғы тапсырма: мәтінді көшіріп жаз. Бізде балалар 3-ші бөлікте мәтін берілген. Өйткені бұл жердегі сөйлемдер өзара байланысқан. Енді балалар, осы мәтінді әдемілеп дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар. Сынып бөлмесінің ауасы таза. Оның терезелері үлкен. Әдемі парталар 3 қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Балалар, соңғы бөлікте мәтін берілген. Мәтін құрамындағы сөйлемдер мазмұны жағынан өзара байланысқан. Мінекей балалар, осы ережені жаттап, естерінде сақтаймыз. Екінші жаттығу: сұрақтарға жауап жаз. Бірінші сұрақ: сыныпта қанша оқушы бар? Екінші сұрақ: оның нешеуі ұл, нешеуі қыз бала? Үшінші сұрақ: сыныптастарың бір-бірімен тату ма? Енді балалар, осы сұрақтарға жауап жазайық. Сыныпта 22 оқушы бар. Оның 12-сі ұл бала, оны қыз. Сыныптастарым бір-бірімен тату. Енді балалар, тапсырма орындайық. Жазған жауабың мәтін болып шықты ма? Мәтінің не туралы? Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып таңда. Жазған жауабым мәтін болып шықты. Мәтін сынып оқушылар туралы. Енді балалар, жазған мәтінімізге біздің сынып деп тақырып қойсақ болады. Өйткені балалар, мәтінде сынып оқушылары туралы айтылған. Келесі 3-ші жаттығу: мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы сабақ сөзі нені білдіреді? Сынып оқушылары сабақтан қалмайды. Олар білім құмар балалар. Сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ көбіне таңертең басталады. Мәтін сөз сырына саяхат кітабынан алынған. Балалар, мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы дейді. Ал енді балалар, мәтіннің тақырыбы сабақ сөзі нені білдіреді? Осы тақырыпқа сәйкес келетін бөлік сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең дегенді білдіреді. Осы бөлігі тақырыпқа сәйкес келеді екен. Келесі 4-ші жаттығу: алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында сөздерін пайдаланып, суреттер бойынша мен кезекшімін тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Ал енді балалар, мәтін құрастырып көрейік. Мен кезекшімін. Мен бүгін сыныпта кезекшімін. Сабаққа ертерек келіп, алдымен тақтаны шүберекпен сүрттім. Содан соң гүлдерге су құйдым. Содан кейін парта үстіндегі орындықтарды түсіріп шықтым. Ең соңында сынып бөлмесіндегі ауаны тазарту үшін терезені ашып қойдым. Балалар, осылайша мәтін құрастырсаңдар болады. Балалар, мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты 2 не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен бірігеді. Мінекей балалар, осы ережені естеріңе сақтап алыңдар. Шығармашылық үзіліс. 5-ші жаттығу: мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап келуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен, содан соң, содан кейін,
Ең соңында не істейсің? Гүлді қалай жасаймын тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң әрі қарай балалар өзіміз жалғастырып жазуымыз керекпіз. Гүлді қалай жасаймын? Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң гүлдің күлтелерін қызыл, сары, көк түсті қағаздарға сызып, қайшымен қиып алдым. Содан кейін гүлдің сабағын жасадым. Жасыл түсті қағаздан жапырағын қиып алдым. Ең соңында қиып алған күлтелерді бір-біріне жапсырып, гүл жасадым. Осылайша балалар, сендер де мәтін құрастырып жазсаңдар болады. Осымен сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағын ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.